Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Амангелді негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Сағынғали Өшбек. Жобаның тақырыбы адал еңбек табыс кілті. Жүсіпқали Ілиясовтың диқаншылық жолындағы жетістік үлгісі. Диқаншы Жүсіпқали Ілиясовтың өнегелі өмірі мен кәсіби жетістіктерін зерттей отырып, ауыл шаруашылығындағы адал еңбектің табысқа жеткізетін төте жол екенін жастарға үлгі ретінде көрсету. Жобамның өзектілігі қоғамдағы жетістік өлшемі білім мен адал еңбекке негіздеп, нақты тұлғалар арқылы жастарға дұрыс бағыт-бағдар беруінде. Жобамды жүзеге асыру үшін қажетті шарттар: материалдық техникалық, фото, бейне түсіру құралдары, кейіпкердің шаруа қожалығындағы техникалары, ақпараттық, жергілікті газет мұрағаттары, әлеуметтік желілердің пікірлері. 20 апрель бүгін. Қарбыз егіп жатырмыз талисман рассадыға. Жылы жайда. Әлейкум ассалам, қарбыз егеміз міне. Бұл сорт талисман. Армысыздықтың қазақтар. Бүгін біздеріне 15 мамыр. Қарбыз рассадымыз егіп бастадық. Пленканың астына бетіне дайындап қойып кетеміз. Қойылған мақсатқа жету әдістері: сұхбаттасу әдісі, кейіпкермен тікелей кездесіп, оның жұмыс процесі мен өмірлік ұстанымдарын анықтау, бақылау және талдау, қарбыз егу технологиясын, жер баптау әдістерін және өнімнің сапасын зерттеу, салыстырмалы талдау, дәстүрлі егіншілік пен заманауи прагматикалық тәсілдердің айырмашылығын зерттеу, насихаттау, нақты табыс тарихын жинақтап, оның 100 жаңа есім жобасының критерийлеріне сәйкес жүйелеу. Ілиясов Жүсіпқали 1970 жылы Амангелді ауылында дүниеге келген. Туған ауылында білім алып, бала кезінен армандаған дене шынықтыру пәні мұғалімі болу мақсатына жетті. Бүгінде Амангелді негізгі орта мектебінде шәкірт тәрбиелеп жүрген білікті ұстаз. Жаз мезгілінде бақша егіп, қарбыз өсірудің қыр-сырын меңгеріп, елді табиғи өніммен қамтамасыз етіп жүрген еңбекқор азамат. Еңбегімен де, өнегесімен де көпке үлгі болып жүрген жан. Саламатсыздар Жүсіпқали аға. Саламатсыздар. Бізге жермен жұмыс істеу қиын емес пе? Әрине, күн астында жүруге оңайға соқпайды, бірақ өз қолыммен өсірген қарбыз піскенін көру мен үшін үлкен бақыт деп санаймын. Қарбызыңыз өте дәмді, оның қандай да бір ерекшелігі бар ма? Әрине, оның ерекшелігі бар. Себебі мен қарбызды биогумус арқылы өсіремін, ешқандай химикат қоспаймын. Сондықтан дәмді болып шығады, орысша айтқанда чистый продукт. Сіз 100 жаңа есім жобасына еніп, елге үлгі болып жатырсыз. Осындай мәртебеге жетуін ойладыңыз ба? Әрине жоқ, мен олай ойлаған жоқпын. Менің мақсатым адал еңбек ету, болашағымды асырау және де елге пайдалы болу. Сіз жастарға қандай қысқаша ақыл айтатыныңыз? Жастарға ақыл айтатын: біріншіден білімді болу керек, еңбек ету керек, ерінбеу керек, адал жұмыс жасау керек. Жақсы, рахмет. Нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығы. Ғылыми құндылығы: жоба материалдары мектептердегі кәсіптік бағдар беру сабақтарында және жастар саясатында еңбек тәрбиесінің құралы ретінде қолданыла алады. Жүсіпқали Ілиясовтың тәжірибесі шағын кәсіп бастаушылар үшін дайын бизнес-модель. Практикалық құндылығы: егін шаруашылығындағы прагматизм принципінің экономикалық моделі сипатталды. Сіз ауылымыздың кәсіпкері Ілиясов Жүсіпқали туралы пікіріңізді, көзқарасыңызды айта кетсеңіз. Саламатсыздар ме? Енді ауылымыздың кәсіпкері, өзі ұстаз Жүсіп Сағынғалиұлы Ілиясов ағамыз ол білім мен еңбекке табыну идеясын насихаттайтын кісі деп танимын өз басым. Ауылымыздың азаматы кәсіпкер Ілиясов Жүсіпқали туралы пікіріңіз? Менің пікірім, жақсы адам, негізі көрші болып тұрамыз. Частный предприниматель, занимается овощеводством. Менің пікірім, алдын ала енді жастарға үлгі болсын, алыстан көрмей берсін, алға жүре берсін, экологически чистый продукт. Бәріңізге советую, покупайте, тоже так же сажайте, занимайтесь. Бауырым апа, сіз ауыл азаматы Ілиясов Жүсіпқалиді кәсіпкер ретінде қалай танисыз? Біз Жүсіпқали ағаны ол деген жай ғана егін екпейді, ол жердің тілін біледі және жаңа технологияларды қолданады.
Қорытындылай келе, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына ұсынылған Жүсіпқали Сағынғалиұлы Ілесовтың өмір жолы нағыз еңбек мектебі. Біздің кейіпкеріміз жер баптаған бақыт табады деген қағиданы ұстанып, ата-бабамыздан қалған диқаншылық өнерін заманауи нарықтық талаптарына сай жаңғырта білді.